Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге оюдың қалай ою керектігін көрсетемін. Көрпеге, яғни құрақ көрпемізге оятын оюымызды. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Оюды оюға қажетті заттар бізге осындай оюымыз қажет. Кез келген оюды алуға болады, тек осындай емес. Сондықтан осы ою қажет бізге. Паутинка қажет. Флизелин қажет. Және матамыз қажет. Матаны өз қалауыңыз бойынша менде матовый велюр матасы. Көрпеге осыны ояйын деп отырмын. Және мынадай жылтыр қағаздың асты керек. Мынадай жылтыр қағаздың мынаны алып аласыз. Осы қажет болады бізге. Және де оюды кесуге ою кесетін құрал қажет. Сіз қайшымен де қиюыңызға болады. Мен осымен қиям, маған осы ыңғайлы, уақытты үнемдейді. Сондықтан мен осыны пайдаланамын. Ал енді оюды қалай ою керектігін көрсетейін сіздерге. Ең алдымен матамызды теріс қаратып жаямыз. Және үстіне флизелинімізді қоямыз. Флизелиннің мына жағы жылтырлау, мына жылтыр жоқ. Жылтыр жағын матаға қаратып жаямыз былай. Және де өтек қажет. Өтек қажет болады бізге. Қазір өтегімді қосып қояйын. Өтегім қыссын. Өтекті үттікті қатты максимум несіне қоямыз, максимумдық. Сәл күте тұрайық өтек қызғанша. Өтегіміз қызып бастады. Осыны үстіне былай өтектейміз. Жылтыр жағы мата жағына қарауы міндетті. Өйткені ол матаға жабысады өтектеген кезде. Жабысты. Енді біз паутинкамызды аламыз да, паутинканы осының үстіне қоямыз. Осының үстіне осылай қойып, матамызды, паутинкамызды және флизелинімізді оюымыздың көлеміне қиып аламыз. Кейін мынаны былай үстіне қоямыз осы қағазымызды. Кейін сыртынан басамыз қайтадан. Өтігіміз жабысып қалады, бұл қағаз болмаса, өтігіміз жабысып қалады паутинкамызға. Сондықтан міне осылай алып, жабыстырылмаған жерлерін қайтадан жабыстырамыз. Жабысты. Енді бізге қалам қажет болады. Енді мына оюымызды осылай ұстап отырып бастырамыз. Үтікті бастырар алдында, үтік деппін ғой. Осылай оюымызды бастырар алдында біз мынауымызды қыздырып қоюымыз қажет болады. Өйткені бұл шамалы уақыт алады қызу үшін, сондықтан
Мен бұны қыздырып қоям. Жайт, сіз мынаны пайдаланатын кезде ою кесетінді міндетті түрде астында қатты зат болуы қажет. Ағаш болуы керек, осындай қатты ағаш болмаса астындағы затыңызды кесіп кетуі мүмкін. Сондықтан осындай ағаш пайдаланғаныңыз дұрыс болады. Міне біздің оюымыз осылай болып шықты. Енді келесі видеода мен сіздерге оюды қалай матаға отырғызу керектігін көрсетемін, матаға қалай тігу керектігін. Сондықтан келесі видеоны күтіңіз. Маған комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.